Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта осындай сырмалы кәжекейді тігіп үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақта біз лекаласын сызып үйрендік. Енді осы сабақта кәжекейді толық аяқтаймыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Енді бізге артқы бойдың сыратын сызықтарын сызып алуымыз керек. Ол үшін ең бірінші мына жақтан бастаймыз. Мына аралықты осы екі бұрышты бірінші қосып алуымыз қажет. Енді осы сызықтардың аралығы 7 см болады. 7 см етіп осылай сызып аламыз. Мен бір жағын сызып алдым, енді екінші жағында дәл жаңағыдай сызамыз. Енді кәжекейдің алдына қалта тігетін боламыз. Міне мен пішіп дайындап алдым. Ені бізде 17 см, ал ұзындығы 20 см, биіктігі 20 см. Міне астарлықты да қиып алдым. Синтефоннан да дәл солай қиып аласыздар. Енді қалтаның төмен жағы кішкене доғал болу қажет. Міне мына жағын доғал етіп сызып алдым. Енді осыны қиып алып тастаймыз. Төменгі жағы бізде осылай болу қажет. Барлығында осылай қиып шығамыз. Енді бізге мына сыратын сызықтарын белгілеп алуымыз қажет. Ол үшін осындай линейканың көмегімен осы аралықты сызып аламыз бірдей қылдырып. Енді мына қалтамызды сырып тігіп аламыз. Синтефонды осылай қойдым. Мен матаны қойып, осыны сырып аламыз. Ортасынан бастаймыз. Мені қалтасын тігіп алдым, сырып. Енді мына астарлық матамызды алып, оң бетіне қаратып, мына матамызды да оң бетіне қаратып, осылай қойып аламыз. Екеуін де осылай қойып, айналдыра тігіп шығамыз. Мынаның барлығын 1 см беріп тігіп шығамыз, және де осындай 3-4 см орын қалдырамыз. Айналдыруға орын қалдырамыз, оң бетіне аударуға. Мені оң бетіне қаратып алдық. Енді мына жақтан 1-2 мм беріп, бұлай барлығын айналдыра тігіп шығамыз. Одан кейін мына жақтан 1,5 см қалдырып, мына жерден дүзу тігіс түсіреміз. Алдыңғы бойдың етек жағын, алды жағын кішкене осылай доғал қылдырамын. Осылай доғал қылдырып сызып, мына жағын қиып алып тастаймыз. Енді мына алдыңғы бойдың вытычкаларын екеуін тігіп аламыз. Енді мына алдыңғы бойдың узорларын сызатын боламыз. Екеуін осылай бірдей қылдырып қойып аламыз. Аралары 7 см болу керек. Міне бір жағын сызып алдық. Енді дәл осылай екінші жағында сызуымыз қажет. Екеуі бірдей болу керек. Узорлары бір-біріне сәйкес келу керек.
Міне осылай сызып алдық. Енді бізге ромбиктар жасау керек. Осылай дәл ортасынан әкеп сызамыз мына бұрыштан. Енді осының аралығы 7 сантиметр алдырып барлығын сызып шығамыз. Міне сырып тігіп алдым. Енді бізге мына қалтасын тігуіміз қажет, осы жаққа қойып. Ең алдымен қалтаның орнын белгілеп аламыз. Мына төмен жақтан жоғарыға қарай 9-10 сантиметр алсаңыздар болады. Ал мына жақтан 7 сантиметр. Белгіледім. Осы жерді енемен түйрелеп аламыз осылай. Тігістің үстінен бастырып тігіп шығамыз мына жағын. Екінші жағында дәл солай тігіп шығатын боламыз. Енді алдыңғы бой мен артқы бойдың жан тігістерін бір-біріне қосамыз. Оң бетін оң бетіне қаратып, мына екі жандарын тігіп қосып аламыз. Астарды да дәл солай екі жанынан тігіп аламыз. Енді бізге түймеге ілмешек жасауымыз қажет. Мен ені 1,5 сантиметр мата қиып алдым. Созылатын жағынан алдым. Енді осы матамызды екі бүктеп, шетінен 1-2 миллиметрда тігіп шығамыз да, түйменің размерімен бірдей қылдырып, осылай қиып шығасыздар. Мына тігісі ішкі жағында болу қажет. Осылай қазір енелермен түйреп аламын. Одан кейін үстінен тігіп шығамыз. Араларын 10 сантиметр етіп белгілеп алдым. Енді осы жерге осы ілмешектерімізді тігеміз. Осы жерге мына астына белдеген бормен белгілеген белгінің астынан осылай бастырып, бірнеше рет бастырып тігіп шығамыз. Төртеуінде солай тігіп аламыз. Астарды да оң бетіне қаратып, бұның да жан тігістерін қосып тігіп аламыз. Жандарын тігіп аламыз. Тігіп бастағанда міндетті түрде мына аяқ жағынан бастап тігеміз. Астарға да міндетті түрде осылай выточка салып, осыны тігіп аламыз. Енді мына кәжекеймен астарын бір-біріне келтіріп қосып тігіп шығамыз. Бірінші бірден қылдырып қойып аламыз. Мына иықтарын ең соңында бірақ қосамыз. Ең бірінші мына жақты тігеміз. Мына жақты былай айналдыра, былай төмен қарай. Мына астында тігеміз. Мына жақты да тігеміз. Одан кейін қолтығын, мына жақ қолтығын тігеміз. Одан кейін мына жағын, мойнын, ең соңында барып, иықтарын бір-біріне қосамыз. Міне барлық жерін тігіп алдым. Мына жақтан бастап, осылай астын, жан жағын және одан кейін қолтығын, екі қолтығын тіктім. Одан кейін мына жерін, мойнын тіктім. Және де мына астардан аударуға осындай орын қалдырамыз міне. Ең бірінші мына мойнынан бастаймыз. Осы жерді тігіске жеткізбей, 1-2 мм жеткізбей, осылай
киіп шығасыздар. Бізге оң бетіне аударып алуымыз қажет. Мына орын қалтырдық біз аударуға, осы жерден оң бетіне аударып аламыз. Одан кейін барып ең соңғы иықтарын қосатын боламыз. Енді бізге иықтарын қосуымыз қажет. Мына екеуін былай иықтарын бір-біріне теңестіріп, осылай ұстап аламыз да. Міне мына жақтан орын қалтырған жерден екеуін былай алып шығамыз осы жерден. Осылай енелермен түйреп алдым. Мына екі тігіс бір-біріне сәйкес келу керек, мына екі жағы. Енді осыны айналдырып, мына жағын бір бөлек, мына жағын бір бөлек осылай айналдырып тігіп шығамыз. Екінші иығында дәл осылай кестік. Міне иықтарын қосып тігіп шықтым. Енді бізге мына астары сыртқа көрініп шықпас үшін мына жарты миллиметр беріп 0,5 пен осылай айналдырып, барлық жерін айналдырып тігіп шығамыз оң бетінен. Мына қолтығында айналдыра тігіп шығамыз, дәл осылай. Міне кәжекейді тігіп аяқтадым, түймелерін салып қойдым. Мына жерді тігіп қойдым. Қолтықтарын, мына жан жақтарын барлығын лапканың бойымен тігіп шықтым. Сіздер де осылай тігіп көрсеңіздер болады. Сіздерге барынша пайдалы болуға тырысып жатырмын. Егер де видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға жауап беремін.